Қайырлы күн достар. Жазда жеңіл сергітетін әрі пайдалы салат іздеп жүрсеңіз, дәл таптыңыз. Түрлі көкөністерден дайындалған бұл салат тек дәмді ғана емес, денсаулыққа да пайдалы. Бүгін сіздерге цветная капуста қосылған ерекше салаттың рецептімен бөлісемін. Ал кеттік, дайындайық. Алдымен сәбізді корей теркасынан өткізіп аламыз. Үстіне аздап тұз қосып, жұмсарып тұру үшін бір шетке қоя тұрамыз. Жуылып тазартылған цветная капустаны бөліктерге бөлеміз. Қайнап тұрған тұзды суға салып, 1 минуттай қайнатып аламыз. Капуста өліп қалмауы керек, сәл ғана жұмсарса жеткілікті. Бұрышты ұзынша етіп, соломка етіп турап аламыз. Туралған бұрышымызды мискаға саламыз. Қиярды алдымен 4-ке бөліп, әр бөлігін қиғаштап тураймыз. Оны да мискаға қосамыз. Помидорды жіңішкелеп турап, басқа көкөністердің үстіне саламыз. Бір пиязды ролл-кольца етіп тураймыз. Жартысын бірден мискаға саламыз, қалған жартысын кейін қуырамыз. Бөлек ыдыста дәмдеуіштерді дайындаймыз. Кориандр жарты шай қасық, қызыл ащы бұрыш қалауыңыз бойынша, қара бұрышты да қалауыңыз бойынша қоссаңыздар болады. 1 түйір сарымсақты теркадан өткіземіз, немесе чеснок қысқышпен ezеміз. Табаны қыздырып, өсімдік майын құямыз. Қалған пиязды жұмсарғанша қуырып аламыз. Дайын болған пиязды дәмдеуіштердің үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Осы заправканы салатқа құямыз. Үстіне 1 шай қасық қант, жарты шай қасық тұз және 1 ас қасық 9% сірке суын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Салатты жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қойсаңыз, дәмі жақсы сіңеді. Соңында көк шөптермен сәндеп, дастарханға ұсынуға болады. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын. Қазақ тілді контенттің дамуына сізде өз үлесіңізді қосыңыз. Арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.